Мен есімім Жігер, графикалық дизайнмен айналысамын. Жалпы ұлттық стиль, ұлттық өнер, қол өнермен қызығамын, ою-өрнек саламын. Вот мен жұмыс жасалып. Дизайнер және суретшінің негізі айырмашылығы бар. Дизайнер ол көбінесе жаңағыдай реттілік, тәртіп деген нәрселерді жақсы сезіну керек. Және де бір логиканың заттарын паттернін көре білу керек та. Сол маңызды. А суретші ол сәл басқа. Ол жаңа өзінің ойынан бір нәрсені шығару, салу, оны техникасы болады өзінің. Мен ойымша суретші ол маңызды емес. Бірақ өте ол қатты көмектеседі. Жаңа нәрсе ойлап керек емес негізі. Әлем өте үлкен ғой, сондықтан әдемі нәрселер бұл әлемде көп. Және біз көп жерден шабыт аламыз. Жан-жағына қарау керек. Өзімнің бір техникам бар. Егер маған бір нәрсе тапсырма берілген болса, мысалы логотип жасау. Өзіме бір ұнаған нәрсені аламын. Мысалы бір компанияның логотипі делік. Және оны басқа нәрсемен үйлестіруге, екеуін қосуға, комбинациясын шығаруға тырысамын. Сол кезде бір жаңа нәрсе пайда болады. Дизайнер болғаннан кейін негізі ол жұмыс. Сен кәдімгідей жұмыс істеу керексің, сондықтан шабытты күтіп отыру ол мүмкін емес. Сен профессионал болғаннан кейін жұмыс істеу керексің әр уақытта. Маңызды нәрсе сен өзіңді жақсы сезіну керексің, эмоционалды тұрғыда, жанып кетуден сақтау керексің өзіңді. Сондықтан екеуінің арасында баланс табуға тырысу керек. Жақсы дизайн, менің ойымша, ол адамдардың өмірін жеңілдетеді. Егер сіз бір нәрсені көріп, сәл де бір мүмкін миллисекундтарға ойлансаңыз, миыңыз сәл қиналатын болса, онда ол жаман дизайн. Яғни дизайн қабылдауға ыңғайлы болу керек, ол сіздің назарыңызды аудару керек өзіне. Бірақ мен ойымша ол жаңағыдай адамның талғамына да байланысты нәрсе. Мысалы, бір адамға ұнаған нәрсе екінші адамға ұнамауы мүмкін. Біреуге минимализм ұнайды, мысалы мен өзіме жеке минимализм ұнайды, бірақ көп адамға ұнамауы мүмкін. Мысалы, бала кезден андай нәрсеге үйреніп қалуы мүмкін. Жан-жақтан бір үлкен, бір ашық түсті дизайнға сондайды жақсы көру мүмкін да. Сондықтан әркім өз саласын, өзінің орны бар. Әр дизайнердің қандай стильде жұмыс жасаса да, ол өз орнын табады деп ойлаймын. Мен ойымша 5 минуттың ішінде логотип жасауға болады. Ол өзі бір келетін нәрсе. Кейде болады, айлап демей қойын, апталап, мысалы, бір логотипті шығара алмайсың, кейде болады. Бір отырып, жай ғана қолына қаламды аласың, сала саласың, бітті сол логотип ұшады. Ол үшін бағана айтқандай, өзінің эмоционалды жағдайына қарау керек, жаңағыдай уақытына дем алып, егер жұмыс жүрмей жатса, жұмысты тоқтату керек, менің ойымша. Егер дизайнер болғың келсе, және сен алғашқы тапсырысыңды орындамасаң, оны жасауға асығуың керексің. Себебі тек қана шынайы тапсырыстарды орындап, тек қана шынайы бір тапсырмаларды орындасаң, сол кезде ғана сен дизайнер ретінде дамый бастайсың. Одан қорықпау керек. Себебі сен жасаған нәрсе ол біреуге керек болуы мүмкін. Мысалы, ол сенің қолынан келеді, бірақ басқа біреудің қолынан келмеуі мүмкін. Сондықтан сен өзіңнің құндылығыңды түсіну керексің сәл, және оны тезірек істеуге тырысу керексің. Клиенттің айтқаны әрқашан дұрыс деп айту, ол қателік деп ойлаймын. Бірақ маңызды нәрсе, дизайнер бар консенсусқа келу керек клиентпен. Себебі қалай дегенмен клиент өзінің продукты және өнімі жайлы саған қарағанда көбірек біледі. Ол қандай бағытта қозғалу керек, қандай эмоция беру керек, сол туралы ол жақсырақ біледі. Және де ол сенің авторлық жобаң емес. Сондықтан сен оның бір мүмкін сынын құлаққа асуың керексің, тыңдауың керексің. Және бірақ тағы бір маңызды жер бұл жерде өзіңнің ойыңды қорғай білуің керексің. Дизайнерға бұл өте маңызды скилл. Клиент өзін не қалайтынын білмесе, сенде тізім болу керек сұрақтардың. Яғни ол не көргісі келеді, қандай эмоция бергісі келеді адамдарға. Соның барлығын тізбектеп жазып, өзіне дайындап қойың керексің, ол шаблонды кейін қолдана берсең болады. Не де болса, бәрі тырысу керек. Клиенттен
көбірек ақпарат алып шығуға, себебі соқыр бір дизайн жасауға тырысу ол дұрыс емес. Бірден басын ашып сөйлескен дұрыс. Бұл сұрақтың жауабы жаңағы алдыңғы сұраққа қайтып орауға болады. Ондай түсініспеушіліктер болмас үшін алдын ала сөйлесу керек, көп сөйлесу керек. Және де қаншалықты ол адам неше правка жасайды, соны келісіп басын ашып айту керек. Ұнамай жатса, енді мүмкін кейде жобадан бас тартқан дұрыс болады. Себебі сенің жаңағындай бір уақытың, сен жіберген энергияң ол қымбатырақ. Қайғырасың, онда не істейсің? Кейде қолынан келмейді ол нәрсе. Қарайсың, осыған ұнамайды, ол жоба ұнамайды, сен ойлайсың, қалай мен осындай қорқынышты нәрсе жасағанмын деп. Және өмірден түңіліп кетесің кәдімгідей. Ондай кезде ол жобаны соңына дейін жеткізіп көру керек. Бәрібір мысалы сурет салған кезде, скетч кезінде бәрін ойдағыдай болып тұрады, кейін бүйтіп бояй бастайсың, ол қорқынышты бір нәрсеге айналып кетеді. Сәл күту керек, соңына дейін жұмыс жеткізіп көр, мүмкін ол әдемі бір нәрсе болып шығады. Сондықтан бір сабырлықпен қарау керек та. Мақсатына байланысты негізі. Кейбір кезде дизайн түрлі түсті болу керек. Кейбір кезде ол мысалы маған ұнамайды. Сен жылдарын жұмсайсың да ол нәрсені үйрену үшін, және ол жылдардан тәжірибе жинағаннан басқа сенің туа біткен мүмкін бір түйсігің болады, бір дарының болады, сен соны арнайсың да. Шығармашылық жұмыс ол қатты бағалану керек менің ойымша. Менің ойымша ондай жобадан бас тарту керек. Бірақ бұл өзіңізге байланысты. Ол принциптің мәселесі шығар мүмкін. Кейбір дизайнерларға ол маңызды емес. Яғни сіз көбірек шығармашылыққа жақынсыз ба, әлде бизнеске жақынсыз ба, соны өзіңізге шешіп алу керек. Сондықтан соның бойымен жүру керек та. Бірақ өте маңызды мәселе ол сенің мысалы көзқарастарына сай келмейтін жобаларды қабылдамау керек. Менің ойымша ол дұрыс емес мүлде. Осыған байланысты мен жақында қызық лекция көргем. Сол жерде бір адам айтады, дизайнердің жүрегі болған кезге дейін оның орнын ешкім ауыстырмайды дейді. Яғни адам болғаннан кейін оның орнын машина ауыстырмайды. Жүз пайыз иллюстратор. Корелдроу керек, міндетті түрде білу керек оны. Өйткені типографиямен жұмыс істесең, қай жермен жұмыс істесең де Корелдроуды сұрайды. Бірақ иллюстратор ол ыңғайырақ. Мен негізі өзім үйренгем дизайнды, және де ешқай жерде оқымағам. Техникалық білім менде, бакалавр, маркетологпын. Сондықтан мен бүйтіп ақыл кеңес беруім дұрыс емес шығар. Бірақ мен өзім үйренген нәрсем ол біріншіден көп видео көру керек дизайнға байланысты. Біреудің жұмыс жасағанын көру керек. Критика өте қатты көмектеседі. Яғни, мысалы, бір арналар бар, ол жерде дизайнды талдап, қай жер дұрыс емес, мына жері жақсы шыққан деп түсіндіреді. Екінші мәселе, курстар өтіп болады қазір. Егер сіз бүйтіп қатты сенімсіз болып тұрсаңыз, курсты өтіп шығыңыз. Тағы бір мәселе, ол ментордың болғаны. Мысалы, мен өзім дизайнды бастаған кезде, менің қасымда тәжірибесі көбірек Александр деген мен менторым болды. Ментор болған кезде ол өз жұмысын жасайды, бірақ керек кезде мен өзім сұрақтарын қоятын. Сол кезде өте тез үйренесіз дизайнда, егер сіздің қасыңызда білетін адам болса. Сондай жерге жұмысқа тұруға тырысу керек, жалақысы аз болса да. Headhunter сияқты сайттарға сенетін болсақ, ол жерде 200 мыңнан басталады. Және оның ешқандай шектеу жоқ, әрі қарай өсе беруге болады, көбейтуге болады ақшаны. Официально дизайнер Джун болады, middle, senior, lead болады, бірақ біздің жағдайда ол кішкене олай жұмыс істемейді. Бізде көбінесе бір компанияда ол бір дизайнер болады. Ол өзінің жаңағыдай спецификалық білімін дамыту арқылы өзінің құндылығын артады. Яғни мысалы, бір адам болуы мүмкін, бір дизайнер болуы мүмкін, ол логотиптерді жақсы жасайды. Біреу леттерингпен айналысады, жаңағыдай басқаларға қарағанда оны жақсырақ істейді. Ешкім істей алмайтындай қылып. Соның арқасында ол өзінің чегін өсіреді. Және де былай қарап қараған кезде дизайнер жай ғана дизайнер болады басында, одан кейін бренд менеджер болуы мүмкін, бірақ оның қызметі өскен сайын ол көбінесе менеджментке қарай жылжиды. Және әр дизайнердің мүмкін мақсаты бір түп
түпкі ойы ол өзінің дизайн студиясын ашу шығар. Немесе фриланста жүруге болады, иә. Ол да әркімнің өзінің жолы бар. Мүмкін біреуге фриланста жүрген ұнайтын шығар. Ол да бір жақсы мүмкіндік, себебі әр жерде жұмыс істеп, әлемді шарлап жақсы ғой. Қызметімнің ең ұнайтын жері ол шығармашылық, өзіңді шығармашылық тұрғыдан бір көрсете алатын кез. Яғни біреуге емес, өз-өзіне. Кішкентай бір сәт болады, жұмысты кейде істейсің да, ол рутинаға айналып кетуі мүмкін, бірақ кейде өзіңнің ұнайтын нәрсе істейсің да, қысқа ғана сәт, ол керемет сезім да, сол ұнайды маған. Ұнамайтын жері ол түзетулер, әрине. Ең бірінші, ең басты кеңесім менің дизайнерлерге немесе жалпы шығармашылықпен айналысатын адамдарға ол көңіл көтеру керек та. Өзіне ұнайтын нәрсемен айналысу керек. Ешқашан өзіне бұл не үшін деген сұрақты қойма. Және басқалар қою мүмкін ол сұрақты. Не үшін мынаны істеп жүрсің десем. Істеу керек та. Себебі бір мағынасы жоқ, бірақ шығармашылық жұмысты істемесең сен керек кезде сен мағыналы бірақ шығармашылық жұмыс істей алмайсың да. Ол бір бұлшық ет сияқты, сен өзіңді дамытуың керексің, әрқашан тонус тастауың керексің. Сондықтан әрқашан өзіне ұнайтын нәрселерді істеу керек. Мен ойымша дизайн біздің өміріміздің барлық бір саласында бар, сондықтан дизайн ол маңызды.